Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай шоколадты құймақтың рецептін ұсынғым келеді. Менімен бірге болып, видеоны соңына дейін қараңыздар. Өте дәмді әрі жылдам болып піседі. Арасына крем жағып, құймақты торт жасауға да болады. Бізге қажетті заттар: жұмыртқа, сүт, ұн, сода, какао, қант, ванилин және қайнап тұрған ыстық су. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқа мен қантты салып, жақсылап араластырып аламыз. Егер сізде миксер болмаса, шанышқының немесе венчиктің көмегімен араластыруға да болады. Миксердің болуы шарт емес. Енді сүтті құйып, артынан құрғақ ингредиенттерімізді саламыз. Барлығын жақсылап біркелкі массы болғанша араластырып аламыз. Енді қайнап тұрған ыстық суымызды саламыз, тағы да араластырамыз. Ең соңында 2 ас қасық сұйық май саламыз. Жақсылап араластырамыз. Табамызды жақсылап қыздырып, сұйық маймен майлаймыз. Құймақтарымызды салып пісіріп аламыз. Үстінен осылай көпіршіктер пайда болған соң, екінші бетіне қарай ауыстырамыз. Маған қолмен аударған ыңғайлы. Мінекей, барлығын осылай пісіріп аламыз құймақтарымызды. Достар, біздің құймақтарымыз дайын болды. Иісі мұрынды жаратын өте дәмді, жұмсақ құймақтар болып шықты. Достар, менің видеом ұнаса, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар.